Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұңғыш ғалым. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – первый ученый. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ознакомимся с новыми словами. Тұңғыш – первый, ғалым – ученый, зерттеу – изучать, исследовать, білімді – образованный. Тағы да бір қайталап шығайық. Повторим еще раз. Тұңғыш, ғалым, зерттеу, білімді. Жіктік жалғауларды қайталау. Повторим личное окончание. Мен зерттеу жасаймын. Сен зерттеу жасайсың. Сіз зерттеу жасайсыз. Ол зерттеу жасайды. Оқылым. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитайте текст. Шоқан ұстаздарынан көп білім алды. Олардан зерттеу жасауды үйренді. Ұстаздары да Шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Шоқанның досы көп болды. Төртінші тапсырма. Жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо пропущенных слов нужно вставить нужные слова, которые даны внизу. Керекті сөздер, нужные слова. Білімді, Ресейде, тұңғыш ғалымы, зерттеу жасауды. Мысалы, бірінші сөйлемде Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Жазылым. Алтыншы тапсырма. Орны ауысқан әріптерді орнына қойып, дұрыстап жаз. То есть вам нужно с данными словами составить правильные слова. Тут у вас запутанные буквы. Например, в первом слове. Какое слово должно получиться? Слово ғалым, то есть ученый. Айтылым. Жетінші тапсырма. Үлгіге қара, мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастырыңдар. То есть вам по образцу нужно закончить диалог. Есте сақта, запомни. Бала Шоқан әдепті, ақылды бала болды. Шоқан был очень умным и воспитанным ребенком. Ол Ресейде оқыды. Он учился в России. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Он у наставников научился исследовательским работам. Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Шоқан был первым казахским ученым. Тапсырма, домашнее задание. 42-ші бетте өлеңді жаттау. Кел жаттайық. Құйрықты жұлдыз секілді, туды да көп тұрмады, көрген білген, өкінді, мін тағар жан болмады. Абай. Жаңа сөздерді де жаттап келу. Кәнеге қайталап шығайық. Нужно будет вам еще выучить новые слова. Давайте повторим. Тұңғыш, ғалым, зерттеу, білімді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.